Менің тыңдармандарым, арнама қош келдіңіздер. Махаббат ертегісі 55 бөлімі. Асаф төре Махирден Сүрия қандай қатты айтып жатыр деді. Ол әжемнің істегені ғой деді. Жоқ балам, сен әжең қандай қатыгез болса да шілей ондай жаман адам емес деді. Жарайды деді. Сол кезде Жанфиза келіп қалды. Сүрия апамды көрейін деп едім деп палатасына кетіп баратқанда Сүрия ұйықтап жатыр екен. Сол кезде жақсы болды ғой деп Махир қуанып кетті. Севда зергерлік дүкенге келіп Ферман қандай алқа алғанын көріп кетті. Точно ол Ферман Илмаз ба деді. Я деді. Күршет Қабошқа келіп, Қабош бол, сен ол қатты ұмыт бер деді. Жоқ, мен ол қатты бермеймін деді. Сол кезде Эфсанені көріп ашуланып кетті Күршет. Немене аш адам құсап жеп отыр тамақты деді. Жанфиза Інжуді көріп ашуланып кетті. Сен мұнда неғып жүрсің деді. Саған келген жоқпын. Сүрия апама келдім деді. Махирге мен де сөйлесейін деді. Сол кезде Махир 2 кофе алып келе жатты. Сол кезде Інжу кет мұнда деді. Жанфиза мен сенің үстіңнен арыз жаздым прокуратураға да деді. Сол кезде Махир, арызыңды қайтып алмайтын болсаң, Жанфиза сені не үшін ұрғанын күйеуіңе айтып берем деді. Жанфиза мен Махир әжесінің үйіне келді, яғни Күршеттің үйіне келді. Сөйтті де ішке кірсеңші деді, мен қылмыскердің үйіне кірмеймін білесің ғой деді. Сол кезде Жанфиза еркеленіп тұрғанда ар жағынан Саваш келді. Неге әуре болдың? Өзім алып келетін едім ғой деді. Оны Махир естіп, бар алып келсеңші бар. Қандай адамсың өзі деді. Сөйтті де Саваштың үйде екенін көріп, мен артқы жақта болам деді. Ферман Эфсанеге мейрамханаға шақырып, оған кауап әперді. Неге сонша көп кауап алдың деген еді. Эфсане, алдыңғы жолы саған жегіздіре алмадым ғой, ренжімеші деді. Мына қалың алқаны көрген Эфсане аузы ашылып қуанып қалды. Бұл маған ба деді. Әрине саған жаным деді. Ал Стевда болса Асаф төреден әке, саудагерлер жиналысы болып жатқан жоқ бет деді. Қандай жиналыс, оны мен білмейді екем деді. Ферман саудагерлер жиналысында отырмын деді ғой деді. Жанфиза Махирге көрпе апарып бермекші болды. Махир, үйге кірсеңші, болмаса үйге қайтайық деді. Жоқ, осында отырам деді. Сол кезде Салих келді. Жанфиза оған жыларман халде қарап тұрды. Көңілді кешіміздің шырқын бұзбайық деді. Салих көңіл сұрауға келдім деді. Сол кезде үйден сендерге ыстық шай әкеліп жатырмын деп Сара шығып қалды. Салихты көріп тосылып қалды. Жиылған болса Сәлімнен көңілі қалыпты. Сәлім оған мінезін көрсетіп, бұл дастархан саған арнайы емес, күнделікті өзіме таңғы ас дайындаймын деді. Мына киімдер алғаныңа рахмет деп еді. Бұл киімдер күнделікті үйде жатқан киімдер ғой деді. Сен қандай адамсың? Екінші бұл үйге келмеспін деп жиыла ашумен кетті. Жанфиза мен Махир көңілді отырды. Салих пен Сараға тиісіп отыр. Сендер кеше жаңа жыл кешінен кейін қайда бардыңдар? Не істедіңдер деді. Махир Жанфизаға жанға қашып беріп отыр. Севда Ферманға хабарласып, сен қайдасың? Әкемнен сұрасам, саудагерлер жиналысы жоқ деді ғой. Қандай жиналыста отырсың сен? Көрсетші маған деді. Сөйтті де Ферман барлық адамдарды таныстыра бастады. Севда сол кезде барып сенді. Саваш Жанфизалардың әңгімесін естіп, бұл әділетсіздік қой деді. Әзір ағаным шығып, Махир, үйге кіріп алам. Бұл Күршеттің ғана емес, менің де үйім. Мен сенің әжең емеспін бе деді. Я, мен әжемсіз ғой деді. Сөйтті де Махир үйге кірді. Екеуі Күршеттің бөлмесіне жатты. Күршет Әзір ханымға, Жанфиза бұл жолы маған қатты ауыр сөздер айтты. Сөйтті де жолдан шығып, жол көлік апатына ұшырадым деді. Жарайды балам, Жанфиза кешірер, осы үйде қазір деді. Жанфизалар Махир екеуі осы үйде деді.
Шынымен бе апа, Махир біздің үйде ме деді. Иә балам деді. Сол кезде Саваш келіп, Махир біздің үйде неге жатыр деді. Оның толық құқығы бар осы үйге жатуға. Сенің шатағың болмасын. Не шаруаң бар? Деп Эзра ханым ашуланып кетті. Оны естіген Саваш ренжіп кетіп қалды. Шамфиса таңертең ерте тұрып Махирге тұр. Жүр, құймақ пісіріп қойыпты деді. Жоқ, мен сені бір тосын сый жасап отырмын. Сонда апарам деді. Фильмнің жалғасы бар. Арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырамыз.